Ертеде қазақтың кең даласында үлкен бір көрікті ауылда Алдар Көсе есімді айлакер, ақылды бір адам өмір сүріпті. Мен Алдар Көсемін. Әділдік қайда керек, мен сонда барамын. Шіркін, бүгін қандай керемет күн. Бүгін мені не күтіп тұр екен, ә? Мұна бала неге жалғыз тұр? Жақындап көрейін, бірдене болған сияқты. Ағай, бай менің қозымды тартып алды. Сен уайымдама қарағым. Байдың ашкөздігін өзіне қайтарамыз. Міне аға, бәрін алып кетті. Бір қозы да қалмады. Жарайт балам, енді сол байдың өзін алдайтын кез келді. Бай алтын көрсе, есінен танып қалады. Ендеше, соны қарсы пайдаланатын уақыт келді. Сен мені күте бер, қозың қайтып келеді. Жарайды аға. Міне, байдың ауылына да жақындап қалдым. Болды, таптым. Енді іске кірсеміз. Байлар осылай өмір сүріп жатыр екен ғой. Көңілі көк, қарны тоқ. Бірақ ақылы тоқ па екен? Байдың тойғанын қараш. Бір айла ойлап табу керек тезірек. Уақыт келді. Байдың есігін қағайын. Ассалаумағалейкум бай аға. Кешіріңіз, бір ақыл сұрайын деп едім. Ақыл дейсің бе? Саған ақыл не керек екен, ей жолаушы? Бай аға, бір ғажап жаңалық бар. Көрші ауылда малды таза алтынға айырбастап жатыр. Маған бір қой берсеңіз, ертең-ақ сізге алтын көл болып қайтып келеді. Жарайды. Ендеше көрейік, қаншалықты ақылды екенсің жолаушы. Жақсы, көрейік. Не болар екен? Уайымдамаңыз байеке. Міне, менің барлық малым. Қалағаныңды таңда. Я байеке, мен өзіме керегін табам. Қайсысы ұнаса соны ал, бәрі сен үшін. Жақсы байеке. Мен дәл өзіме керек қозыны таңдадым. Осы қозы маған қатты ұнады. Қарапайым емес сияқты, дәл мен іздеген мал. Жақсы. Енді қызық басталады. Бір түрлі жігіт өзі. Көреміз енді, не боларын. Міне саған қозы. Бір аптадан кейін орнына алтын алып кел. Әйтпе сені өлтіремін. Уайымдамаңыз байеке, мен сөздің адамымын. Енді қызықтың бәрі басталады. Ой, байеке. Алданғаныңызды өзіңізде сезбей қалдыңыз-ау. Енді мына қозыны иесіне қайтарсам, соның өзі бір қуаныш. Сен алар емеспін, рахмет сізге. Алдар аға, сіз ең мейірімді жансыз. Мен сізді ешқашан ұмытпаймын. Жақсы бала бол. Енді сен ешқашан жалғыз болмайсың. Әділеттілік орнады. Ал енді келесі ауылға жол тартайық. Бір айдан кейін. Бір айдан асты. Әлгі қу қашан келеді? Тағы қанша күтеміз? Қолыма түссен аямаймын. Жағдай ушығып кетті. Табыңдар оны. Не істесеңдер де, әлгі қу Алдар Көсе табылсын. Қазір. Осы жерде бір жерде жүрген шығар. Таппасақ,
байдың ашуын көретін боламыз. О, мынау байдың адамдары. Жасырыну керек. Енді мен киімімді ауыстырып танымайтындай болуым керек. Енді бай мені танымайды. Бұл жолы мен толық өзгердім. Кімдегім мені тапса, нағыз сиқыршы екен. О, бәрекелді. Енді мені ешкім таппайды. Ақыры байдан құтылдым. Алақай, Оңбаған алдар қайда жүр? Тағы да таппадыңдар ма? Бүкіл ауылды төңкеріп тастасаңдар да, табыңдар оны. Бірнеше жыл өтті, бірақ бай әлі де алдарды таба алмады. Ал алдар болса, тапқырлығымен оның көзінен ғайып болып кетті. Ақиқат пен әділдік жолын ұстанған адам түбі бір жеңіске жетеді. Байлық емес, ақыл мен ар, нағыз байлық. достар, менің арнама міндетті түрде жазылыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі ертегілерде жолығамыз. Адалдық пен ақылмен әлемді өзгертуге болады. Осымен ертегі аяқталды.